сол дүкеннен шыққаннан кейін. Содан кейін барлығымыз қайтадан Шыңғыстың автокөлігіне отырып, Талғар қаласынан шығып кеттік. Жол бойы Нұрқияс біреулермен телефон арқылы сөйлесіп, қайдасыңдар, жоғары жаққа өзіміздің Питаққа барайық деп айтты. Сонымен қатар өзара қалжыңдасып, ауылға путевка алып кетеміз ба енді деп айтып отырды. Ауылға путевка алып кетеміз ба деген нәрсені түсіндіріп айтып бересіз ба? Жоқ, оны мен түсінген жоқпын. Мен естігенімді ғана айттым. Жоқ, ең бірінші сұрақ, ондай сөздер болды ма? Иә, оны мен жаңа айттым ғой басында. Питаққа шақырды. Жоқ, ауылға путевка деген. Иә, болды. Ауылға путевка алып кетеміз ба деген кім айтты ол әңгімені? Нұрқайс айтты. Оның астарында не жатқанын білесіз ба? Не туралы болғанын? Жоқ, білмейді екенмін. Себебі мен мән берген жоқпын.